Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін өте оңай кекс дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, 200 грамм қант, жақсылап миксерлеп немесе венчикпен вилкамен араластырсаңыздар да болады. 200 грамм ерітілген маргарин, 200 грамм майонез, 240 грамм ұн, жарты чайная ложка ас содасы. Жақсылап араластырып, формамызға саламыз. Мейіз немесе грецкий орех қоссаңыздар да болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер.